Кәсіптік модуль 10. Ұлттық және емдік тағамдар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз француз халқының ұлттық тағамдары. Сабағымыздың мақсаты француз халқының ұлттық тағам түрлерін, ұлттық асханасының ерекшеліктерін, тағамдарды дайындау технологиясы мен ұсыну жолдарын таныстыру, үйрету. Франция туралы сөз қозғағанда Париж, Эйфель мұнарасы, француз халқының таңғы асы еске түседі. Бұл елдің пісірілген нан тағамдары күллі әлемге кеңінен танылған. Француз елінің ең танымал нан тағамы круассан. Әуелі бұл нан өнімі Австрияда ойлап тапқан. Оны веналық тоқаш нан деп атап кеткен. Ал Франция жеріне бұл өнім Мария Антуанеттаның арқасында келді. Веналық тоқаш нанға қарағанда Франция тоқашы қабаттама қамырдан пісірілді. Ыстық шоколад, немесе кофе, круассан бұл француз жұртшылығының дәстүрлі таңғы асы. Француз елінің танымал нан өнімдерінің бірі бриош. Бұл нан өнімін 17 ғасырда май мен қабаттама қамырдан Норманияда пісіре бастаған. Қамырды бірнеше бөліктерге бөліп, суық жаққа қойып қояды. Содан кейін 6 жақтан бір-біріне жабыстырып, ыстық пеште пісіреді. Парижде бриошты басқа жолмен жасайды. Үлкен шар пішінді нан үстіне кішкентай нан қояды, ішін шоколад пен мейізге толтырады. Егер сіз Франция жерінде жүрсеңіз, бірден жергілікті тұрғындардың багетке толы қағаз пакет ұстап жүргендерін көресіз. Әсіресе бұл көрініс таңғы уақытта жиі кездеседі. Багеттер өткен ғасырдың 20-шы жылдары пайда болды. Сол заманда нан пісірушілерге түнгі уақытта жұмыс істеуге рұқсат етілмеген. Ал дәстүрлі нан өнімдерін пісіру біраз уақытты алатындықтан нан пісірушілер багетті ойлап тапты. Багет қамыры тез көтеріліп, аз уақыт ішінде пісіп үлгереді. Бұл нанды француздықтар еш уақытта пышақпен кеспейді. Багетті қолмен сындырады. Француз тамағын біліп тану кезінде көп нәрсе сізді таңғалушылық сезімдерін тудыратынына дайын болыңыз. Мысалы, аймақ арасындағы үлкен айырмашылық. Сонымен егер Прованста зәйтүн мен балық болса, Норманияда крептер мен май жетекші орында тұр. Егер Францияның тамағын көрші Италиямен салыстыратын болсақ, онда Францияның аймақ бойынша айырмашылығы өте көп. ЮНЕСКО-ның болжауы бойынша дүниежүзілік мұрасының тізіміне француз тағамдары 2010 жылы енгізілді. Француз мәзірі құрамы бойынша толығымен біздің мәзірге ұқсас келеді. Негізгі астан, жеңіл ас, яғни басқалардан десерттен тұрады. Шарап мейрам күндері үстел үстінде әрдайым болады. Оны күнделікті тамақ ішкенде де көруге болады. Француздық мерекелік дастарқан қазақ дастарқанынан толығымен ерекшеленеді. Азық-түліктің молшылығынан сынып тұрған үстел емес, әркімге мұнда өз порция мөлшері бөлінген. Сондай-ақ кондитер дүкендерінде де тортты адам санына ғана сатып алуға болады. Мұндай тәсіл адам тұлғасын қалпында сақтайды. Француз негізгі жеңіл тамаққа және десертке әртүрлі азық-түліктерді тұтынады. Жеңіл тамақ әдеттегідей балықтан, салаттардан, езбе сорпаларынан, теңіз азық-түліктерінен, тұздықты көкөністерден тұрады. Француздардың негізгі тағамы қандай екенін білесіз бе? Басты орынды балық және ет тағамдар алады. Француздар күрке тауық, үйрек, мысыр тауығының етін жақсы көреді. Ал еттерден шошқа, сиыр, қой еттерін тұтынады.
Қоян етін Францияда рагу түрінде, ішіне турама салынған және бұқтырылған түрде әкеп береді. Тағы да бір ерекшелік, тұздықсыз бірде-бір француздық тамақтанбайды. Мұнда тұздықтың сан алуан түрі бар. Франция халқы еттің түрлендіріп жегенді жақсы көреді. Тауықтың, үйректің, қоян, сиыр, шошқа еттерін салма секілді майдалап, ішіне көкөніс, дәмдеуіштер салып, орап пісірілген тағамы галантин деп аталады. Франция тағамдарын соуссыз елестету мүмкін емес. Олар әр саналы адам дайындап білуі тиіс деп есептелінетін велюте, эспаньол, биарнез, бешамель деген әлемге әйгілі тұздықтары бар. Франциялықтар үшін ұлудан асқан деликатес жоқ. Оны сарымсақ соусында және басқа да тұздықтармен түрлендіріп жасағанды жақсы көреді. Ал десертке француздарға торт, балмұздақ, профитроли, тәтті пряниктер, бәліштер, құймақтар, жеміс салаттары, мустар, суфлені ұнатады. Француз дастарханында ерекше орынды ірімшік тұрады. Ол жидектермен, джеммен, жаңғақтармен, балмен ұсынылады. Ірімшікті негізгі тағам аяқталғаннан кейін береді. Балалар, көрсетіліп отырған сілтеме арқылы француз тағамдарының дайындалу жолдарын көре аласыздар. Сіздерге тапсырма: бейнероликпен жұмыс. Бейнероликке көрсетілген француз тағамының дайындалу технологиясын сызба түрінде сызу, дайындау технологиясына талдау жасау. Орындаған тапсырмаларыңызды Платонус жүйесі арқылы тексеруге жібересіздер. Франция еліне жасаған саяхатымыз ұнады деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.